Білемін достар, мен мындай бір калькулятор жасап жатырмын. Қазір мына жерде мынандай бір нені шығардым да, соны бір бөліскім келді. Мен былай ойлағам. Мынау жұмыстың түріне, шкаптың ішіндегі толтыруына байланысты, материалына байланысты бір көлеміне қарап бағасын шығарып алатын. Осындай калькулятор жасамақ болдым. Сонда мындай нәтиже болды. Бірінші мен бүйттім. Әртүрлі квадрат, бір ғана квадрат шығардым да, сөйттім да, тереңдігін өзгертіп бір бағаны алдым. Сосын екіншісінде тереңдігін өзгерткен жоқпын, не қылдым? Ауданын ғана өзгертіп өттім. Тереңдігі 500 болып қала берді. Соны алдым да мен ChatGPT-ге салдым. Алдында да арасында мынанда ол маған осындай коэффициент шығарып берді, формуласын. Бұл әшейін жай ғана неге ғана әсер еткендегіз. Тереңдігі мен квадратын өзгерткен кезде аудан. Міне, андай формула қойды, андай екі түрлі формула. Саған мен бір жай көрсетейін, қалай жасадым. Мынау қазір 1000-2000 болып кірді ма? Алам, салам. 1000 шығарып берді. Мен қазір егер мынаның ішін несін наполняциясын басқа қылсам, ол енді тағы да баға өзгеріп кетеді. Бұл жерде сонда айтқым келіп отырғаны, бұл калькулятор дәл шығармайды. Бұл калькулятор жобалап шығарады. Дәл шығару тек қана мынаны 3D моделін жасап, сосын барып есептеген кезде ғана тура есеп шығарыласыз. Өйткені тура осының несі жаңағыдай тұрақты коэффициент не деген жоқ формула. Размері, көлемі өзгерген сайын бір ешқандай заңдылық жоқ, өзгеріп кетеді екен. Соны айтқым келген.